Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыз әдебиет сабағы, күнді жазып қояйық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлының «Егіннің бастары» өлеңі. Сабағымыздың мақсатына көшетін болсақ, өлең жолдарының мағынасын ашамыз, оқып алып, одан соң сол өлеңнің тақырыбы мен идеясын анықтауды үйренеміз. Ал ендеше балалар, Ахмет Байтұрсынұлы туралы еске түсірейік. Ол туралы не білесіңдер? Қандай шығармаларын оқыдыңдар? Еске түсіріп болсақ, балалар, ендеше Ахмет Байтұрсынұлы туралы мәліметті мұқият қарап тыңдап алайық. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданында Сарытбек ауылында дүниеге келген. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, ақын, публицист, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы. Ахмет Байтұрсынұлы ұлт мақтанышы, оның әрбір еңбегі бүгінгі ұрпақтың болашағы үшін жазылған. Ахмет атамыздың аудармалары бар, ол түпнұсқадан ерекшеленіп, өзгеше өң мен бояу арқылы жаңа бір өнер туындысы деңгейіне дейін көтерілген көркем туындылар. Оның қырғызстан аударған мысалдары бар, ол қырғызстан аударған мысалдарын 40 мысал деген атпен жеке жинақ етіп бастырып шығады. Ол ала қойлар, өгіз бен бақа, аққу шортан ханшаян, егіннің бастары, адамдық диқаншысы мысалдарын аудармаға енгізген. Ахмет Байтұрсынұлының мынандай сөзі бар: бай болу үшін кәсіп қылу керек, білімді болу үшін оқу керек, күшті болу үшін бірлік керек, һәм осы керектердің жолында әрекет қылу керек. Бұл жерде әрекет қылу керек деген сол нелерге жету үшін, күшті болудың, бай болудың, білімді болу үшін соларды істеу керек деген мағынада айтылып тұр. Сондықтан осы Ахмет Байтұрсынұлының осы сөзін өзімізге ұстаным етіп алайық, болашақта, келешекте керек болады. Ендеше біз бүгін егіннің бастары мысал өлеңмен таныспас бұрын мысал деген жанр не екен, сол туралы мәлімет алайық. Мысал дегеніміз айтылатын, өнегелі, ойды тұспалдап жеткізетін, көбіне өлең түрінде келетін, қысқа сюжетті, қызықты, көркем шығарма. Өлеңмен де, қара сөзбен де жазылады. Мысал кейіпкері адамдар ғана емес, аңдар, жәндіктер, хайуанаттар болады. Жануарлар, жәндіктер арқылы жазылып, адамның мінін, қоғамның кемшілігін сынап, мазаққа айналдырады. Әрбір кейіпкер белгілі бір қасиеттің иесі ретінде, мысалы, есек, топас, қасқыр, жауыз, қой, момын, түлкі, қу, қоян, қорқақ, осылай қасиеттерді беру үшін осындай жануарлар, жәндіктер алынады. Осындай астарлы, тұспалдау арқылы суреттеуді әдебиетте аллегория деп атаймыз. Ендеше егіннің бастары мысал өлеңін біз мәнерлеп оқып алайық. Оны оқу үшін біз оқулықты ашайық. 79 беттегі егіннің бастары мысал өлеңін мәнерлеп түсініп оқып шығайық. Ендеше оқып алған болсақ, келесі оқып болғаннан кейін әрине жаңа сөздер бар, ішінде кейбір түсініксіз сөздер бар. Сол сөздердің мәнін түсініп алайық. Тағзым ету, қызмет көрсету, қайран қалу, таң қалу, шекірейіп қарау, менсінбеу, төмен бүгілу, еңкею, сорайған қарасына, бойына, тәкаппар, өркөкірек, тұтынба, еліктеме, балау, тең көру, бірдей санау, сайран етіп, қыдырып, көкке қарап, төбеге қарап, теңгермейді, менсінбеу, бек, өте деген сөз мағынасында қолданып тұр. Сарша тамыз, өте ыстық, шырақ, жерде айналайын деген сөздің орнында жұмсалған. Сұқтанба, таңданып қарама, жырақ, алыс деген мағынаны білдіреді екен. Балалар, осы сөздер біздің өлеңімізде кездесті. Олай болса, өлеңіміздің мәнін түсіну үшін осы сөздердің мағынасымен түсініп алуға болады. Ендеше өлеңнің мәнін түсініп алған болсақ, келесі тапсырмаларға көшейік. Мына жердегі оқиғаның ретін тауып сәйкестендіреміз.
Келесі тапсырма. Оқиғаның себебіне өлеңнен мысал келтіреміз. Баланың бір бидайға көзі түсуі, көкке қарап бүлініп тұрған жалғыз бидай, әкесінің тәкаппар адамды көкке қарап тұрған бидайға теңеуі. Бұған өлеңнен мысал келтіріп жазайық. Келесі тапсырма. Өлең мазмұны бойынша сұрақтарға жауап жазып жібереміз. Бұл жерде 4 сұрақ бар, 4 сұраққа жауап жазамыз. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Біздің мақсатымыз тақырыпты және идеясын ашу өлеңнің. Сондықтан тақырып дегеніміз не, идея дегеніміз де соны сәйкестендіру арқылы біз тағы да еске түсіріп алайық. Келесі тапсырмаға көшейік. Тест сұрақтарына жауап бересіз. Бұл жерде шығарманың тақырыбын анықтауымыз керек. Қайсысы дұрыс болса, мысалы енді шығармамыз. Сол мысал егіннің бастары мысалымыздың идеясы не? Соны тауып көрсетейік. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, балалар кері байлас жасаймыз. Не түсіндік, не қиын болды, не қызықты болды. Кері байлас жасаймыз маған. Олай болса, тапсырмаларды, берілген тапсырмаларды менің жекеме жазып, орындап, түсіріп жіберуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.